Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз күріштен өте дәмді болып шығатын, тез дайын болатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Огурцымызды алып, соломка қылып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Огурцыды турап болған соң, қызанағымызды, яғни помидорымызды да алып, соломка қылып, жіңішке қылып турап аламыз. Одан соң піскен жұмыртқамызды да алып, соломка қылып, ұзынша етіп тураймыз. Оның үстінен консервадағы жүгерімізді саламыз. Жүгерімізді салып болған соң, алдын ала пісіріп дайындап қойған күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұзымызды себеміз, қара бұрышымызды себеміз және майонезімізді сеуіп салатымызды араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Барлық заты қолжетімді, үйде бар заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Күн сайын түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша Наурыз мейрамы құтты болсын. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.